Қайырлы күн, қыз-келіншектер. Бүгін мен сіздермен чак-чактың ең керемет болып шығатын рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға 100 грамм ерітілген сары майымызды құйып, үстіне 2 дана жұмыртқамызды салып, 250 мл сүтімізді құйып, шым-шым тұзымызды салып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Дайын болған массамыздың үстіне 550 грамм ұнымызды аз-аздан қоса отырып қамыр илейміз, және де 1 шай қасық разрыхитель, яғни қамыр қопсытқышты қосуды ұмытпаңыздар. Қамырымыз осылай жұмсақ болып шығуы қажет. 5-10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Айта кететіндей, бұл чак-чактың құпиясы әрі ерекшелігі. Бұл түрік баклавасына ұқсас. Осылай сироп дайындаймыз. 1,5 стакан қантымызға 1,5 стакан суымызды құйып, баяу отта қыздырамыз. Қантымыз еріп қайнауға таяғанда 2 тілім лимонымызды салып, үздіксіз араластырып отырамыз. Міне сиропымыз дайын болды. Енді қамырымызды жаюды бастаймыз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан бізге ұнымызды қоса отырып жайып аламыз. Қамырымызды жайып алған соң 5-10 минутқа қалдырамыз жаюлы күйінше, себебі ораған кезде біздің қамырымыз бір-біріне жабысып қалмау үшін. Қамырымызды осылай қисық кесе отырып, арасын ашып, бір-біріне осылай біріктіреміз видеодағыдай. Барлығын осылай дайындап алып, қамырымызды дайындау барысында сұйық майымызды қыздырып қоямыз. Барлық қамырларымызды осылай дайындап аламыз. Қызып тұрған майымызға біртіндеп осылай салып пісіріп аламыз. Барлығын осылай пісіріп алған соң, біртіндеп тоғаштарымызды жаңа дайындаған сиропымызға барлығын малып аламыз. Мінекей, біздің барлық чак-чактарымыз осылай ерекше болып шықты. Дәмі де ерекше, өзі де өте керемет болып шықты. Дайындап көріңіздер,
ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз.